Менің ойымша мінсіз мұғалім бір сырлы адам болу керек. Яғни келешек ұрпаққа тәлім тәрбие, өнеге, білім, рухани байыта білетін адам менің ойымша мінсіз мұғалім. Менің ойымша қазіргі мұғалімдер көбінесе бізді жай ғана сәби, кішкентай балалар деп санайды деп ойлаймын. Меніңше мінсіз мұғалім деген ол балалармен тіл табысып, оларды түсінетін адам деп санаймын. Меніңше мінсіз мұғалім деген әрбір оқушыны өз баласындай көретін, әрбір балаға тең қарайтын, біреуін бөліп жармай, екіншісіне басқаша сөйлейтін емес, барлығына бірдей тең қарайтын мінсіз мұғалім деп айтамын. Менің ата-анам қатал мұғалімді іздейді, бірақ мен олай ойламаймын. Менің ойымша мінсіз мұғалім ол сыныпқа кіргенде көзінен нұр шашып тұратын, балаларды жылы қарсы алып, бүгінгі күндері қалай өтті деп сұрайтын. Негізінен бұл міндетті емес, бірақ та солай сұраған мұғалім бізге жылылық шашады. Сабаққа кіргенде де былай ынтамен кіресің, бір жағында апаймен сөйлесу арасында да қамқорлық сезіледі. Осы тұрғыда мұғалімдердің осындай көп болғанын қалаймын. Және де сабақ үстінде өздерінің өмірлік нәтижелерін айтса, тәрбиелерін айтса, жақсы болар еді. Қатал мұғалімдерді жалпы қасынан байқауға болады, және де ондай мұғалімдер оқушыларға ұнамайды. Менің пікірімше жалпы әлемде мінсіз адамдар жоқ, бірақ болу үшін ол ең біріншіден жұмыста өте сәтті және тәжірибелі мұғалім болу керек, және де екіншіден ол өз коллективпен, басқа мұғалімдермен және де оқушылармен жақсы қарым-қатынаста болу керек, адамдармен қалай жақсы қарым-қатынасты орнатуын білу керек, және де өз оқушыларына тек мұғалім ғана емес, білім ғана емес, ол өз тәрбиесін беру керек, менің пікірімше. Әлемде мінсіз адам жоқ, бірақ менің ойымша балалар өз мұғалімін жақсы көру үшін мұғалім қатал емес және заманауи болу керек. Менің ойымша мінсіз мұғалімдер олармен жақсы тіл табысып және оларға альтернатив ретінде көп жолдарды көмек бере алады. Мінсіз мұғалім баламен тіл табыса алатын және баланы сөзге тарта алатын, онымен ашық сөйлесе алатын